Ертегі, түлкі мен құмыра. Егін ора келген шаруа сүт құйып алған құмырасын шөптің арасына тығып, өзі алқапты аралап кетеді. Бұны сол маңда жортып жүрген түлкі көріп қояды. Оңтайлы сәтті пайдаланып, бұғынып келеді де, құмыраның ішіне басын тығып жіберіп, сүтті түк қалдырмай ішіп алады. Енді басын шығарайын десе, басы кептеліп қалыпты. Ол құмыраны түсіре алмай, әбден әуреге түседі. Дегбірі кеткен түлкі: «Әй, құмыра, біраз ойнадың, жетер енді, жібер менің басымды», деп жалына бастайды. Жұлқынса да, жалынса да басы шықпайды. Сонда ол ашуланып: «Қап бәлем, тұра тұр! Жақсылықпен жібермесең, суға батырамын», деп жүгіріп келіп өзенге күмп беріпті. Сөйтіп, ашқарақ түлкі құмырамен бірге суға батып кетіпті.